Сәлем жақсыларым, үй жағдайында Гүл ханым дайындаймыз. Көрінісі өте әдемі, дәмі супер. Фаршымызға жартылай су, бір ас қасық сұйық май қосамыз. Мантымыз сулы болып шығу үшін жақсылап араластырамыз. Листімізді майлап дайындап аламыз. Қамырымызды жайып, орташа ұзындықта қыламыз, сәл жалпақтау қыламыз, ортасына фарш саламыз осылай. Қамырымызды әр жерінен басып шығамыз, бәрін баспаймыз. Әр жерінен басып, осылай ораймыз. Міне, қамырымыз өте жұқа болу керек. Салмамыз сыртында көрініп тұратындай жұқа болса, әдемі көрінеді. Осылай ораймыз. Мен бір қолмен ыңғайсыз болғандықтан көрсетейін сіздерге. Міне осылай әр жерінен басып, шетін жауып, осылай ораймыз. Міне өте әдемі болып шықты. Енді бетін қатып тырысып қалмау үшін жұқа етіп, кәдімгі сұйық май жағып шығамыз. Міне өте дәмді болады, әрі көрінісі де әдемі болады. Ас болсын.